рухани сұхбаттарға жүректері еріксіз егіліп осындай сұхбаттарға келіп жиналған бір жүрек мұсылман бауырлар, апа қарындастар, жерлестер. Мен біз бүгін кезекті осы ең соңғы келген сапарымыздағы мақсатымыз, яғни осы Мәулид шәріпті тойлау мерекесін біз бүгін сіздерге көрсетеміз. Бүгін сіздер тағы да осы біздің алып келіп отырған рухани қазыналарымызды көріп тамашалай аласыздар. Яғни мен сіздер өткен жолғы драма театрда болған болсаңыздар, бұрын болмаған болса, егер естіп келіп отырған жаңалықтарыңыз болса, мен басынан бастап бәрін сіздерге таныстырып өтейін. Яғни біз Алматыда Сенің білім өмір республикалық қоғамдық бірлестігі осындай Қазақстандағы рухани мұраларды мыңдаған жылдардан бері ғасырлар бойы қалыптасып, осы түркі топырағында дүниеге келіп әлемдік руханият пен мәдениетке тарту етіп үлес қосқан өзіміздің түркі нәсілді және қазақ ұлтынан туылып, өсіп, өніп тұлға болып қалыптасып, әлемдік әдебиет пен дүниежүзі деңгейінде руханиятқа үлес қосқан тұлғалардың өзіміздің ана тілімізде жазылған, шағатай тілінде жазылған, түркі тілінде жазылған діни жырларды, хикаяларды, хикметтерді, салауаттарды сіздерге насихаттап, үгіттеп жүрміз. Яғни қазір өздеріңіз білесіздер, Мәулид шәріп айы, яғни пайғамбарымыз Мұхаммад уассаламның туылған айы Рабиғул Аувал ай дейді. Яғни осы хижра санауы бойынша бұл айда Рамазан айы сияқты мұсылман календарына байланысты өтіп отырады. Әр уақытта әр айға тура келіп отырады біздің қазіргі календармен есептегенде. Биыл осы айға тура келіп отыр, яғни майдың мамыр айының ортасымен басталды. Сонымен енді мен өзім осы қоғамдық бірлестіктің мүшесімін. Мұнда Батыс Қазақстан облысына, Орал қаласына бізді осы Сенің білім өмір республикалық қоғамдық бірлестігінің осы Батыс Қазақстандағы филиалының директоры, сіздердің жерлестеріңіз, танымал журналист ақын Қазбек Құтымратұлы деген сіздің бауырларыңыз, жерлестеріңіздің арнайы шақыруымен келіп отырмыз. Ал мен өзім ол мүшеліктен бөлек Алматыда Қазақстан телерадио корпорациясы бар, Ғалым Доскен деген үлкен кісі азамат басқарады. Соның ішінде Қазақ радиосы директоры Нұрлан Өнербаев деген әнші танымал ағамыз, мен сол кісінің қол астында редактор болып жұмыс істеймін. Дін және біз деген дінтанымдық жақта Қазақстан коррекциясының хабарым бар. Оны сәрсенбі күні сіздер Орал сағатымен сағат 8-ден 5:80-де тыңдап біле аласыздар. Қазір мен сіздің осы бірлестіктің мақсаты тағы да қайталап айта кетемін. Осы уақытқа дейін өздеріңіз білесіздер, Қазақстанда осы идеологиялық жағынан дініміздің уақытша әлсіреп, руханияттың сәулесі өртене бастаған кезде 70-80 жылды пайдаланып, біздің осы асыл текті бір Құдайдың ерекше бір нұры түскен қазақ деген халықты бір надан қылып, түсініксіз, бір түсінбейтін бір сауатсыз, қараңғы халық болып көрсету үшін шетелдегі мемлекеттердің бәрі бізді әбден осылай бір сендіріп бақты, бізді бір мәдениетсіз, өте бір жабайы тоғыр, бұлардың қолынан түк келмейді, бұлар әдемілік мәдениетке үлес қоспайды, бұларды оқытып жетектеп жүрмесе, бұлар өмірі ұлт болып ұйымайды, халық болып қалыптаспайды, мемлекет болып құрылмайды деген. Бірақ міне сіздерге бүгін сүйікті хабар, тағы да айтқан пайғамбарымыздың хадисінен дінді ауырлатып халыққа көрсетсеңдер, бүйтіп дінді ауыр салмаңдар қарапайым халыққа, діннің ауыртпашылығын өз діннің басында отырған тақуа әулие мұсылмандар, имамдар ишандарға нақылайды, жалпы халыққа осыны жүрегінің суына дүр гауһар шашады негізінде. Сондықтан ондай жалпы халық орындай алмайтын діннің ауыр шарттарын олар имамдар деген осы жерден сіздер қазір осы жиналған Мәулид мерекесін жиналғандықтан Алланың міндетті түрде сіздер сауабын аласыздар және осы салауат хикметтерді ықыласпен тыңдағандарыңыз үшін де қиямет күнінде пайғамбарымыздың Мұхаммад уассаламның шапағатына ие болып, оның нұрынан үлес аласыздар. Бұл 100% шындық әңгіме. Бұған біз сенеміз мұсылман болғандықтан. Енді міне осы қазіргі Қазақстандағы діни ахуалдың нашарлауына байланысты, түрлі идеологиялар мен біздің ұлтымызды бөлшектеуіне байланысты елбасы Нұрсұлтан Назарбаев атқа қонып, азаматтық танытып, міне сындарлы 10 жыл деген кітабын шығарды. Осы жақында біздің президентіміз осының ішінде кітабында 50% дінге тоқталып, бүкіл Қазақстандағы қазақтың болашақ ұландарының санасын улайтын қауіпті діндерді жіліктеп, бөлшектеп, бәрі халыққа көрсетіп, ашып беріп кеткен. Осының ішінде біздің президентіміз қазір мен сіздерге бір өзімді бір шетін көрсете кетейін. Елбасы былай деді, мына кітаптар, бұл кітаптар енді 1000 жылдар бойы қиямет қайым болғанға дейін ұрпақтан ұрпаққа бұл кітаптар мәңгі сақталып кітапханаларда қалады. Енді президентіміз былай дейді, Қазақстан аумағында сопылық дәстүрдің негізін салып, оны түрлік дәстүрмен үндестірген әйгілі тұлға Қожа Ахмет Яссауи. Оның кесенесі байырғы Түркістанға орналасқан.
Яссауидің тікелей жанқиярлық еңбегінің арқасында ғана қазақ тайпаларының ұлттық ортасында ислам канондары қалыптасып, ислам канондарымен далалық дәстүр үндестік тапты. Қазақ халқының арасында күні бүгінге дейін оның есіміне кетіп көптеген түркі тілдес мұсылмандар үшін екінші Мекке болған оның кесенесіне талап етеді. Міне енді осыны бүкіл дүниежүзі қазақтардың құрылтайы, екінші дүниежүзі құрылтайының сөйлеген сөзінде сырттан келіп Қазақстанға діни өтіп, қазақтарды қайтадан жетектеймін деген ол бос әңгіме деді. Егер естіген болсаңыз, бұл егемен Қазақстанға жарияланды, барлық ақпараттық құралдардан бұны хабарлады. Сырттан келіп енді қазақтың болашақ азаматтарын мемлекет басына келетін өзіміздің тағы да болашақ Махамбет Исатайдай елдің қамын жейтін атпал азаматтарды санасын улап, оларды ұлт ретінде жоятын идеология тарататындарға отпен ойнамаңдар деп ескерту жасады. Сондықтан болашақта бұл біздің мемлекеттік радио телевидениеден уағыз алып, мемлекетіміздің былайша айтқанда мұсылман мәдениеті мен ислам руханиясын қазақтың ұлттық бет бейнесін жоғалтпаған күйде қазақтың өз ұлттық колоритін сақтай отырып, мұсылман мәдениетінің ішкі мазмұны, жүрек жылуы, ақ жүректілік, яғни дінге іштей сену, бүкіл тұла бойыңды Алла деп әрбір денеңдегі түкіңе шейін Алла деп құлшылық қылып кететін діннің ең ішкі маңызы, ар ілімі, міне осыны уағыздайтын, осыны түркі әлеміне емес, бүкіл мұсылман әлеміне мәшһүр болған әйгілі Данышпан әулие бір туар. Оны сол кісінің кезінде осы Әзірет Сұлтан бабамыздың заманында 99 түрлі атпен атағы шығып тараған, оны Кабир Ахмад дейді, Шайх Ахмад Исхақ дейді, тағы да толып жатқан көп аты бар. Соның ішінде бүкіл мұсылман әлеміне әйгілі ең көп тараған аты Әзірет Сұлтан деген есім болған. Әзірет Сұлтан деген сөз бүкіл жер бетіндегі Мұхаммад саллаллаху кейін осы қиямет қайымға дейінгі ихрамды туылатын бүкіл әулиелердің көсемі деген сөз. Яғни кез келген мемлекетте қазір діннің басына келіп сөйлейтін кезінде Жазбаллахин, Руми рахматуллахи алейх, Хафиз рахматуллахи алейх, Сахаби рахматуллахи алейх, Аш-Шибли рахматуллахи алейх деген небір түрлі толып жатқан әулиелер болды. Солардың бәрінің басында осы әулиелерді білесіздер, дінді 7 дәрежеге бөледі. Оның ең жоғарғы төбесі осы Асқар шыңын құтып дәрежесі дейді. Бұл құтып дәрежесіне жеткен осы Әзірет Сұлтан Қожа Ахмет Яссауи бабамыз. Міне бізді осындай шындықтарды 70 жыл бойы жасырды, одан соңғы 10 жылда бізді тұншықтырды. Бұл сендерге қатысы жоқ, бұл сендердің аталарың емес, бұған сендер басқа жаққа адасып кетесіңдер деген сияқты. Бұның бәрі күннен күнге міне Құдайдың жәрдемімен, Алланың фазылымен бізде өтірік алдаушылардың өтірігі дұстан болып, күннен күнге айқайлап міне ашылып келе жатыр. Ақылға салып шыңдаса, ашылды міне анықтыр, бойсыз құлақ тыңдаса, мылжыңдаған бұл жерде шәкәрматамыз. Содан бөлек біз енді осы бабамыздың Құранның хадистің негізіне жасалынып салынған осы бабамыздың ілімі, яғни Яссауи Әзірет Сұлтан Қожа Ахмет Яссауидің силсиласын жалғастырған Абайдай хакимді терең оқытып үйретеміз біздің бірлестікте медреседе. Одан кейін Шәкәрім атамыздың иман деген кітабын бұны да бізде жатқа соғады. Бұл да Құранның қазақша мағынасы хадистерді аударып біздің ана тілімізге түсіріп кеткен. Яғни бұл атамыз айтады, әулие білгіш айтып береді, жазылған талай қате көп, уланба ондай осы жеп, шатақта таппа шынымды деп бізге көзі көргендікпен ескерту айтып жоқ сіз деген. Сондықтан да Құдайдың сөзін Құран дүние ғұмар өзінше нұр таба алмас, анық Құдайдың сөзін Құранды шатақ тілмен заңнан береді. Одан бөлек біздің медреседе осымен орыстан шыққан Данышпан біздің ислам дінін мойындап, біздің пайғамбарымызға өте құрмет танытқан әйгілі әулие Хазіреті Лев Толстой деген кісінің де біз еңбектерін өте терең оқытамыз. Диуани хикметті айттым. Міне осындай мақсатта біз жүрміз. Осы болашақта осы мемлекеттік, яғни тағы да сіздерге осы қуаныш хабарды сүйіншілей отырып, қуана кәдімгідей шаттана сіздерге мен тағы да хабарлаймын. Қазақ халқы өзінің бір туар, Алланың бір қалауы, назары ауған бір халық екенін, өз бетінше тағы да исламның адамгершілік принциптеріне қылаудай да зиян тигізбей, ешқандай да кедергі былай бір қосымша бір кемшілік алып келмей, ислам мәдениетін, руханиятын, мұсылманның мәдениетін бүкіл әлемге паш етіп, өзінің айбынды мемлекет екенін көрсете алатын осында бір іргелі мемлекет екенін дәлелдейтін сіздерге бүгін осы Яссауи бақалды шығармашылық тобын алып келіп отырмыз. Сіздер қазір мұның бәрін ешқандай қиналыссыз өздеріңіздің ана тілдеріңізде түп түсінікті тыңдап отырып, Алланың нұрынан білесіз аласыздар. Ал енді қазір осы қасиетті Мәулид Шәріп мерекесіне байланысты біздің осы медресенің ұстазы, яғни Сыдықбаев Нарымбай деген біздің ағамыз сіздерге арнайы келіп отыр. Егер болашақта қазір осы концерт соңында сіздер жазбаша дінге қатысты сұрақтарыңыз болатын болса, осы Нарымбай ағаға қоюларыңызға
болатын. Одан кейін өздеріңіз танисыздар, Абдық Мұратов сіздердің жерлестеріңіз, Жасталаш газетінің қазақстандағы тілшісі. Олай болатын болса, бауырлар, апа қарындастар, әжелер, мен сөзді осы рухани ұстазымыз Нарымбай ағаға беремін. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الآية 18 мың ғаламның жаратушысы қайырымды, ерекше, мейірімді Алла Тағала біздерге сансыз нығмат берген құл сүйгіш Алламыздың атына мақтаудан деп айтқаннан кейін сол құл сүйгіш мейірімді Алламыздың біздерге жіберген елшісі бүкіл пайғамбарлардың тәжі екі дүниенің шамшырағы ертең яумул махшарда бүкіл адамзат ұлық сотта ұлық Алла Тағаланың алдына жиналғанда ашарға естіп кірерге келсе батырға тау таппай қиналып тұрғанда әрқайсымыздың арамызға шырылдап түсетін шапағат қылатын бұл біздің ислам тілінде шапағат дейді. Егер біздің қазіргі тілмен айтатын болсақ, әрқайсымыздың арамызда адвокат болып ара шашып түсетін пайғамбарымыз Хазірет Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның рухына сәлем салауат жолдағаннан кейін, ол кісінің үй жамағаттыларына, артынан ерген сахабаларының рухына Алланың рахметін тілегеннен кейін, Алланың сіздерге сәлем деген рахметі болсын. Жаңағы аят каримада Алла Тағала пайғамбарымыз айтады, сені мен әлемге жібермедім, әгер жібердім, әлемге рахмет қылу үшін дейді. Сондықтан сіздердің алдарыңызға осы Мәуліт айының жаңағы мерекесін пайдаланып, Алла нәсіп болып сіздермен қазір сұхбаттасып отырмыз. Негізгі біздің мақсатымыз жаңа Санжар бауырымыз айтып кетті. Біріншіден бұл осы жердегі біздің бөлімшенің шақыруы, екінші қазір біздің мемлекетімізде исламның терісін жамылған, былайша қазақта бір ата сөз бар ғой, қой терісін жамылған қасқырлар деген сияқты исламның атын жамылып алып елдің арасына өткір салайын деп жүрген радикалды топтар бар. Сол топтардың мысалы үшін қақпанына түсіп қалмас үшін осы жағдайларды бір айтып ескертіп түсіндіре кету, ол туралы сұрақтарыңыз болса қазір пайғамбарымызға мәуліт оқылғаннан кейін оны жаңағы былай ауызша да жазбаша түрде қойсаңыздар да болады. Енді шама шарқымыз іліміне жеткеніне қарай сіздерге жауап береміз. Егер біз жауап бермей қалсақ, ол біздің надандығымыз болады. Бірақ Құран-ы Кәрімде исламның шариғатында екі дүниеге қажетті болған бүкіл мәселелерді шешілген. Бұл жағынан ешқандай кемістік, кетіктік жоқ. Бірақ білместік өздерден болуы мүмкін. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мәселенки өзіне былай тұрсын, әулиелерге былай тұрсын, жаңағы Құранның аяттарына да қол салып жүрген бауырларымыз бар. Пайғамбарымызға мәселенки жаңағы мәуліт айту бұл бір бидағат деген сияқты әңгімелерде, ол ешқандай да бидағат емес. Мәселенки Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: «Инналлаха ва малаикатуху юсаллуна алан наби». Алла дейді, Алланың періштелері дейді, пайғамбарымызға дейді, салауат айтады. «Я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима» дейді. Ей иман келтірген адамдар, сендер пайғамбарға салауат айтыңдар дейді, және дейді оған бағыныңдар дейді. Міне бұл жерден белгілі болды, Алла Тағала бұл жерде бұйрық беріп отыр, иман келтірген адамдардың пайғамбардың рухын жоқтауын, оның артынан жаңағы сәлем салауат айтуын міндеттеп отыр. Сондықтан рухына рухани интеллектуалдық дәрежесіне прогресс беретін нәрсе ғылым. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кім бізге қуанса, біз де оған қуанамыз, және әркім өзінің досының болады деген хадис бар. Мәселенки пайғамбарымыз «Ваббашир есі қуантыңдар» деп, «Валя тұнақсыр езі келсеңдіңдер». Құранында нәрселердің арасында жасайтын еді деп бір қауіп айтты. Енді бұған себепкер болып отырған өзіміздің осы топырақта мына Ақтөбе өңірінде Қызылорда қармақшы жерінде өткен сол кісінің немересі Сматолла Мақсұм деген ағамыз осы хақиқатты сол әулие бабаларынан алып өзіміздің қасиетті топырағымызға қайтадан алып келіп отыр. Шәкәрім атамыз да, Қожа Ахмет атамыз да, мәселенге пайғамбарымыздың да негізгі мақсаттарын, ол кісілердің негізгі еңбектерін, сол кісінің еңбегінің нәтижесінде, сол кісінің жаңағы жан кешті еңбегінің нәтижесінде біз оны түсініп отырмыз. Ол кісі осыдан 40
Ошондо Кармакшыда өткөн Акмырза Дамулла Ишан деген үлкөн әулие бабамыздын парсы араб тілінде жазған еңбегін осыдан 40 жыл бұрын Қазақстан егемендік алады, сол кезде бала тәрбиелеп, осы сол кісінің жаңағы еңбектерін қазақшаға аударған. Міне ол кісі туралы кейінгі 10 жылдан бұрын 90 жылдар ол кісі туралы естігенбіз. Бірақ одан кейін 1-2 жылдан кейін бірінші құрылтай кезінде ол кісімен танысып, одан кейін ол кісінің тегін адам емес екенін, осы нақты осы жолда жүрген таза мұсылман екеніне көзіне жетіп, міне сол кісіні ұстаз болып, ертеңін ұстап, осы ақиқат шындыққа қазір қолымыз жетіп отыр, Аллаға шүкір. Міне құрметті бауырлар, енді негізгі мақсатымыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның осындай бір әлемде жаңалықтың сол кезде ол кісі жылап тұрып, жаңадан туған жас әли, енді ол кісінің түсінген дейді, осы кісінің естілері менің жолынан жаратты. Енді оған ол кісіден бұл бабамызды Алла тағала түрлі сынақтар қойып, неге біздерге үлгі өнеге үшін әрбір мұсылмандар сол кісіден ғибрат алып, өзінің жан дүниесін тәрбиелеп, сен өзің өнеріңді жағдай, мен рахмет. Дін десе сұрақ ондай нәрсені көргеннен кейін дін осы екен деп адамдардың былайша айтқанда жаны түршігеді. Бірақ дін ол емес. Дін адам баласының руханиятына, қоғамға қажетті. Дін деген Қожа Ахмет Яссауи рахматуллахи бабамыз сияқты, Әл-Фараби сияқты, Хорезми сияқты, Бекет сияқты, Идет сияқты, Қабанбай сияқты ел үшін еңіреген елдерде жаңағы рухтары зор, адамгершіліктері мол, осындай бабаларымызды дүниеге алып келген. Біздің ата бабаларымыз әлемге үлгі көрсеткен. Шумер дәуірі осыдан 5000 жыл бұрын РНК-ның модельдерін жаңағы балшықтан жасап көрсетіп кеткен. Сол себептен біз сондай ұлы халықтың әлемге үлгі таратқан халықтың ұрпағымыз. Міне сондықтан өзіміздің тарихымызды білу біздерге міндет. Сондықтан мәселен Шах Кәрім атамыз сияқты, Абай атамыз сияқты бұлар қазақтың поэзиясында үлкен зор тұлға. Бұл кісілердің еңбектерін оқып үйренетін болсақ, біз адаспаймыз, өзгелерді де адастырмаймыз. Міне сондықтан да пайғамбарымыз осындай жаңағы рахма дейді. Егер Құдайдың салих құлдарын сіздер еске алатын болсаңыздар, Алланың рахметі жауады дейді. Сондықтан анау Бекет атамызды, мәселен Есет аталарымызды, Қожа Ахмет Яссауи, анау жаңағы Ақтаудың сахарасында жатқан 362 әулие, Қазақстанның қай облысына бармаса ең жоқ деген, ең сорлы деген 3-4 әулие табылады. Міне осылардың рухына құрмет қылу, ширк деген ол бос сөз. Әлбетте, онан үшін бар болған, Бекет маған пәленше бер, Есет маған пәленше бер, Қожа Ахмет Яссауи маған пәленше бер демейді. Бірақ Алла тағаладан, Алла осы сүйікті құлдарының құрметінен дуамды қабыл ал деп, ол әрбірі дуа жасайды, бұл ешқандай ширк емес. Ол кісілерді құрметтесек, қайта бізге Алла тағаланың рахметі жауады. Ол біздің мәдениетіміз, ол біздің тарихымыз. Оны біз ұмыта алмаймыз, оны біз ешкім ұмыттыра алмайды. 70 жылда Совет өкіметі алынмаған қазақтың иманын енді ешкім ала алмайды деп ойлаймыз. Бірақ бір осы берген Құдайдың неғматына шүкірлік қылып, ерте тұрып, еліміздің амандығына, жастарымыздың амандығына дұға тілейтін болсақ, Құдайдан сұрайтын болсақ, Құдай береді. Құдай тағала пайғамбарымыздың хадис екі түрі бар. Хадис мутаватир деп пайғамбарымыз өзінің сөзінен айтқан, хадис құдуси дейді. Ол жерге Жәбірел періште араласпайды, Алла тағаламен ауызба-ауыз сөйлескен. Сол кезде Алла тағала айтады, егер сен менің пендем дейді, шын ықыласпен алақанын жайса дейді, сол алақанын қорғай жоруға ұяламын дейді. Егер біз шын ықыласпен тілейтін болсақ, Алла тағала береді. Осы егеменді сіздерге Құдай басқа нәрсе де береді. Міне сондықтан мұхтарам жамағат, бұл туралы айта беретін болса, көп пайғамбарымызды Құдай тағаланың өзі Құран-ы Кәрімде 7 жерде мақтап, дәріптеп сипаттаған. Сондықтан сіздерді зарықтырмайық, жаңағы Яссауи тобын, сол кісілердің назарларыңызға ұсынамыз. Бір айтып ескерте кететін жағдай, бұл жерде Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың хикметтері Шағатай тілінде, жаңағы Қожа Ахмет Яссауи бабамыз қай тілде жазды, сол тілде орындалады. Сосын қазақтың топырағынан тағдыр шыққан Ағишан деген бабамыз өткен, ол кісінің де жаңа хикметтер оқылады. Одан кейін
Пайғамбарымызға салауаттар айтылады және Құран-ы Кәрім оқылады. Сол кезде араларында бір үзілістер болады, паузалар болады. Сол кезде қол шапалақтамаңыздар, себебі бұл өлең емес, бұл хикмет деген Құранның негізгі мағыналы. Ағишан бабамыздың да сол Құранның негізгі мағыналары біздің өзіміздің арасымызда беріп отыр. Сіздер білесіздер, Құран өлең жолымен жазылған, оқылуға жеңіл болу үшін, жаттауға жеңіл болу үшін. Сол себептен сосын кейін пайғамбарымыз туған кезде бүкіл жәннаттағы аспандағы періштелер жаңа қор ғилмандар аяқтарынан тік тұрып мархаба деп бүкіл құрт құмырсқа жан жануардың бәрі осы келгенде қуанған. Қош келдің деп жаңағы қарсы алған. Неге? Ол кісінің шапағатына барлық 18 мыңға ғалам мұқтаж. Мәселен бір орай келіп тұрғанда айта кетейік, пайғамбардың заманында бір хикая болған. Бүкіл арабтар жабылып бір түйені қорсатып ауыздан келіп жатқан кезінде үстіне пайғамбарымыз келіп қалады. Сол кезде пайғамбарымызға жаңағы түйе шағым айтады. Содан кейін келеді, сендер бұл түйені неге өлтірейін деп жатсыңдар? Сол кезде бұл жынды бізді істейді, тарпиды дейді. Сосын кейін түйеге айтып, сен сондай? Жоқ, мен жынды емеспін дейді. Мыналар дейді, жатсыз намазын оқымай ұйықтайды. Жатсыз намазын ұйықтамай оқыған адамға мен сондай жан түршігіп өліп пәле жіберемін деген. Сол пәленің ішіне өзім де кіріп кетемін ба деп, бұларды тістелеп боясам, аяғыммен түрсем, сосын бұлар мені жынды деп айтады. Сосын мен пайғамбарымыз жарайды, бұл сені жіберем деп, сендер жатсыз намазын оқып ұйықтайтын болсыңдар, бұл сендерге тиіспейді деп жаңағы түйені тұрғызып жіберген. Енді ол сияқты айта берсек, мұғжизалары көп пайғамбарымыздың. Сол себептен енді пайғамбарымызға салауат не оқылады, соның жаңағы сауабын жаңағы пайғамбарымыздың рухына, ата бабаларымыздың рухына сәлем сауқат ретінде бағыштырсақ үлкен болады. Ондай болса қазір ұйықтай бақалып болып жатқанбыз. Қазір енді осы хикметтер тыңдайсыздар. Оның алдында мен сізге бір мұғжиза айта кетейін. Мынау әулиелердің кереметтері және пайғамбарымыздың мұғжизалары көп болғандықтан көбіне ол заманда адамдар келіп, маған мұғжиза көрсетіп, керемет көрсетіп, жаңағыдай түрлі адам істей алмайтын нәрселерді көрсетіп, мен соны сенемін дейді екен. Сонда енді пайғамбарымыздың өзі айтады екен, сен жоқтан жаралдың, көзге көрінбейтінсің, бар болдың, бойың осылай өсіп, үлкен азамат болдың, осы сөз саған мұғжиза ғой, керемет қой, жоқтан жаралған. Ол қойса, сен доңарсаң не керек? Жүреді Алланың дініне деп шақырады екен. Сол баяғыда бір Батыр қаласында үлкен әулие болған, соның кереметі көп болған, мұғжиза болған, көзге көрінбейтін шағып, бүгінбесін баспай жүретін болған. Соның бір басқа бір қаладағы бір адам азамат естіп, соның кереметін көруге келген екен. Сіздегі пәленше деген әулиесі бөлесің, енді солмын деді. Мен осы сіз әулиелер естіген, сіздің дініңізге өтіп, сізге шәкірт болсам, бірақ маған бір керемет көрсетсеңіз деді. Жарайды көрсетейін, не істейін деді. Сізді ұшақ саласыз ба деді, мен сенейін деді. Әулие ойланып отырып, жоқ ұшпаймын деді. Неге? Ой, мана шығып, мата құлпымызға, кешелер көп қой үшін жүрген. Енді сондайды болмай қалған нәрсені істеген, мен адам болып тұрып, Құдайдың осындай бір халифасы болып тұрып, пешіден жоғары болып тұрып, менен сол шыбын деген істеген істейін ба, күнделіктен дейік деп айтты дейді. Анасы отырып, жарайды онда оны қояйық. Бүгінге сен баспай жүре аласыз ба деп айтты дейді. Жүремін деді, жүріңіз деді. Мен жүрмеймін, ұят болады. Не деген? Ана балалар, бата, таян, жуандар бүгінге тоқтаталар баспай жүр ғой, мен тоқтатқан істеген істейді, қиыннан дейді деп айтады. Анау ары ойланып, бері ойланып деп, мен таппадым деді саған. Мен білмеймін деді. Мен саған қызық айтайын ба деді. Мен Хаттаб жүргенде деген бір надан бір жахил адам бар еді. Мен содан туылдым деді. Содан ертетіп, бір күні осы бір әулиеге шәкірт болдым. Осында рухани медресеге келдім, оқыдым. Содан 20 жыл уақыт өтті. Содан оқып, рухани әңгіме айтатын болды деп айтады. Бүкіл осы маңайда халықтың бәрі жиналып менің әңгімемді тыңдап үйге отырып, мен айтқан соны істеп көрсін, осымен мұғжиза көрсін, Хаттабтың баласына үй орамын деп айтты. Жоқ деді, осы керемет саған болады, мен бара қояйын деп айтты. Сол сияқты құрметті батыс қазақстандық менің туыс жерлестерім, бауырларым, міне мұғжиза сізге керек болса, міне осыдан 100 жыл мынау бір бай көбелестің бір бай манақтың үйі болды осы уақытта. Сол кезде бұл жерге кіріп, қазір 100 жыл бұрын біздің ата бабаларымыз келді, я Махамбет, я Сырымдыр Күрен, қазір мәулет өткіземіз, пайғамбардың тойы болады десе, қырық баласын өткізді, иә? Одан кейін осыдан бір 5 жыл бұрын да өздері жиналып, өздерде пайғамбарымызға салауат айтып, осындай ұлы тұлғалардың еске алып, осындай дұға қылып, бәріміз өзіміздің ата бабамыздың рухани хикметтеріне сыртқа қанатында жүректерімен нұр еніп, осындай пайғамбардың шапағатына ілінесіңдер, ата бабаларың мән риза болады десе, сол сенбейтін. Бірақ міне Құдай қалады, осындай бір замандағы бір бай манас көшесінің үйіне қазақ деген ұлттың ұрпақтары әдемі қымбат креслоларда жайғасып, мамық орындықтарда отырып, Әзірет Сұлтан Қожа Ахмет Яссауи рахматуллахи алейхтің үлгісіндегі зікір салауаттарды тыңдап отыр. Ендеше өзі бақал толы шақырыңыз.
Üçüncüsü bir eskirte geçen жағдай, қазір балдар зikr айтады, оның ішінде қазір мархаба деп пайғамбарымыз салауат айтқанда, ол салауат бұрын пайғамбарымыз дүниеге келгенде періштелер тігесін тұр, бәрі қоршап, қол ұстасып, орындарынан тұрып, пайғамбарымыздың нұрына өте құрмет көрсеткен зат жасаған. Сол сияқты қазір егер бірінші келіп отырғандарыңыз болса, қазір балдар мархабаны айтқан кезде бірге тұрамыз, сосын сіздерге أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا بأمر الله وبإجازة أنبياء الله وأولياء الله ووسيلتنا إلى الله رفع الله درجاته وأتمم بركاته علي وعليكم بروضاته وبركاته لا يقص رضا من تنصر
kamalı yok. Mağfiretler yasidur la ilahe illallah. Tatip olur nefsini cehennem otiden. Etmiş min karaitse la ilahe illallah. Diyecek cennet fakir aili hitap bir azap. Hatta Rabbi umrida la ilahe illallah. İllallah, illallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب Bu halkası kurulurey aylar işler gelinler. Hakikatı yayıldı andın ulus alinler. Kalbinle okuvan halbinli gayeti ban. Yokluk içrabatı bon varlıklardın alinler. Yürütüp şefkat sevdasen silah bidan varlıkın. Aşık bilbidatin müşahidatın ilmler. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Muvarrasin mariban, nakba şifa taliban. Runi kuni talibler, canlı kurban ilimler. Halka icrahu demlar, aşra tibahu yanillar. Tancan dillan talibler, takdir başla beytullah. Ruhu zarin rabu demekta mağlabar. Didari din umut var, rahmeti din alimler. Kulka cahmatullah, yol fidakil bolgan. Talibler gamaz bolgan, nazil ibrat alimler. La ilahe illallah, 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 la ilahe illallah. Allahu, 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 Allah. 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 Allah, la ilahe illallah, Nur Muhammed sallallahu, la ilahe illallah. Allah, la ilahe illallah, Nur Muhammed sallallahu, la ilahe illallah. Allah, la ilahe illallah, Nur Muhammed sallallahu, la ilahe illallah. Hasbi Rabbi Cellallah, Nur Ahmed sallallahu, Tahir kalbi ya Allah, la ilahe illallah. Hasbi Rabbi Cellallah, Nur Ahmed sallallahu, Tahir kalbi ya Allah, la ilahe illallah. Hasbi Rabbi Cellallah, Nur Ahmed sallallahu, Tahir kalbi ya Allah, la ilahe illallah. La ilahe illallah, 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 la ilahe illallah. حسبي ربي جل الله نور أحمد بلد الله نور قلبي يا الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله نور أحمد بلد الله نور قلبي يا الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله
نور أحمد صلى الله نور قلبي يا الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله نور أحمد صلى الله نور قلبي يا الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله نور أحمد صلى الله نور قلبي يا الله لا إله إلا الله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم الله 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 Allah Resulü'nün kimde baybaşçılar, canı dilde haykırtıyla aydınlıklar. Onlarla bugün dağıldılar, kalbimizin zımırtasın kaldılar. Vahadrata anlatılan yıkıldılar, canı dilde haykırtıyla aydınlıklar. Allah bilir kanlardan bayrağın büyük, ahirette Allah kırlar tavla büyük. Allah'ın cinayeti dana büyük, canı dilde haykırtıyla aydınlıklar. Ağlıklar sulta bir nasrin başı Rasul, daimuden nurlu geldi lavutsun. Toprak kolu alan seni bazı mutsun, canı dilde haykırtıyla aydınlıklar. Ağlıklar sulta kurtarlar nasiri, aticatı ummatları alın yedi. Arın uçunun ağları kuvat aldı, canı dilde haykırtıyla aydınlıklar. Allah 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 Allah
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم İbrahim Peygamber'e Allah'a at koygan halilimde boğan Allah o kızın mertebesini nasip etip kiyele kasiyetli bolğandana İbadar gibi saraday dedi saradan hazretsiz sakal dedi Mağul ibadardan dinleşip Halil'in Resul nuru darım dedi Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Saktan көп peygamber tuğusu başaktı avletine жол көрсетті кезінде игілікті істер жасап бәрі де бұл дүниеден өтіп кетті өте көп тізе берсек оның бәрін смағұл баянайын перзенттерін бірінің есімі Абдулманап мүбәрак расул еді болған мәлім Абдулла Хаким еді сұлу түрі бар еді маңдайында расул нұры 9 ай 10 күні де болды тамам тумаққа уақыт жетті қайранынан дәлелі реніш мехнат فلا أقسم بالخنس الجوار الخنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تنجنا بها من جميع الأقوال والأفعال وتغفرنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأحسن آيات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. Ushbu kalam Allah'ın savabının tahlil tatbik mevcut şartını savabının evvel Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhaniyetine. Adam katılıda Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kadri için kulli peygamberlerden, dört yerden evliya enbiyalardan, evliya maşaklardan, halil adreslerin doğanımızdan, kulli Müslümanlardan, müminlerden, garip kasarlardan ardından doğa geçtikler vakitlerden olup şartını. O şeyde alim diye kolun görev olsan bağırlarımızın, ata babalarımızın, tuğansız, doğru yolda kolay geleceklerini bir sözlerinin ruhaniyetlerine. Hasısan, olsa baktığımızda ötken evlilerden, Biket atamızın, Eset atalarımızın, yelisinin kanı dökken, can geçtik, tünüklerini dört bölüp, tolartaktan saz geçkin, Çatay atalarımızın, Mahabbet atalarımızın, Sırım atalarımızın olup şartlarına bağışladı. Ya Allah canlarını cennete sen demire hatab, kalgan malaşağaların emiri şöbere soğan kuşları yoldaş Kuday Cezzetleri halkına, hidayet tevfik, bereke, birlik verip, ötkenlerinin almancar, kavalmanın rahmetinde, Peygamber'in şefaatinde buluğuna eskulaydı.
Avletteni ile yağmur kıyamet salih kullardan da vasfın yerdi pelesinden, sirden, gözünün saksağaysın. Ya Rabbi, sen sonday kuzaysın. Musa Bey dostunda Firavun ve kafirдің sakalının altında terbiyelenen kuzaysın. Ya Allah, sol dostunun hürmetinin bizim kasvetli toprağımızda özün can-canın ağzını açkan Alpavut memleketlerinin sakalının altında özün fazıl nurunun terbiyelep жарыққа шығарғайсың, ya Allah. Ya Rabbi, sen sonday Құдайсың İbrahim'дей, Халил'іңді Намруд'дей кәпірдің отынан сақтаған Құдайсың. Ya Allah, сол достыңның құрметінен біздің қасиетті топырағымызды, халқымызды екі дүниенің отынан аман сақтағайсың. Соғыстың отын жаққандардың өз отына өзін күйдіріп, өз отына өзін кіріптар қылғайсың. Ya Rabbi, қасиетті топырағымызды ақпан жердің пәлесінен, сіздің көзінен сақтағайсың. Қасиетті топырағымызда көріп түскен дұшпандар болса, оларға да тауфиқ беріп, оларды тура жолға тәрбиелейсің. Егер сенің қалауыңда тура жол жоқ болса, өзіне салып сергелден қылғайсың. Қасиетті топырағымыз былай тұрсын, өзінің басыменен қайыр қылғайсың. Ya Rabbi, халқымыздың көзменен қайғысы қасиетті тауқымет жоқ. Қан сұранмай сүйектері шәртілік ұстаген болып қалды. Әжелерімізді кимешегі жыртылып, шамай шаштары төгіліп қалды. Енді қияметке дейін ондай заманды біздің халқымыздың басына әкелмейді. Ya Rabbi, өзіңнен басқа тілемейтін жүрек бергейсің. Сенен басқа барар жеріміз, батар суымыз, ашар есіміз, келесі есіміз жоқ, сенен басқа жәрдем беріп ешкіміміз жоқ. Еліміз жаңадан аңсап жеткен егемендіктің бауын берік қылып, халқымызды өзіңнің нұрменен нұрландырып, жүрек көздерін ашып, әлемді үлгі қылғайсың. Ya Rabbi, қашанғы біздердің ұлдарымыз нарқаман алқаш, ұры болады. Қашанғы біздің қыздарымыз жезөкше болады. Ya Allah, оларға түсінік беріп өзің тура жолыңа тәрбиелей қылғайсың, ya Allah. Дос сүйінгендей, дұшман сүйінгендей біздерге жағдай бергейсің. Мемлекетіміз басқарып отырған ағаларымызға тауфиқ бергейсің. Президентімізге денсаулық беріп, ғұмырына ғұмыр, бағына баг жалғап, ішкі сыртқы саясатына жәрдем бергейсің. Осы жерде әмін деп Аллахан жай отырған бауырларымыздың қандай дүние ақырет мақсаты болса, өзің дәргейіңді қатылғайсың. Ya Allah, өзің пайғамбарыңа айтқансың. Егер бір құлым шын ықылас ниетімен Аллаханың жаюға, жайса, оны қос қайтаруға ұяламын деп. Ya Allah, өзің «Ома арсәлнәкілі рахматыллил аламин» деп Құран-ы Кәрімде айтқан пайғамбарының құрметінен біз бәлки оны шын айта алмаспыз, бірақ сол кісінің құрметінен біздің қазір жайып отырған Аллаханымызды құр қайтармай, бетімізге сипатпай дұғаларымызды қабыл айдағайсың. Аллахумма салли аля сейдина Мұхаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ya Rabbi, осы бүгінгі біздің мәжілісімізге себепкер отырған осы филармония ұжымының қандай мақсаттары болса, ya Allah, өзің дәрежеңде хасыл қылып, осы жерде басқарып отырған бауырларымыз, осы жерде қызмет еткен бауырларымызға хидаят тауфиқ беріп, бақтарынан бақ қылсайсың, ya Allah. Аллахумма салли аля сейдина Мұхаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин би рахматика я архамар рахимин. Енді құрметті ағайындар, мағдарыңыздар. Сіздердің алдарыңызда тұрған Елдос Емір деген осы Ясауи Вахабов шығармашылық тобының көркемдік жетекшісі, сіздердің жерлестеріңіз Маңғыстауда, бұрын бұған дейін де Маңғыстаудағы дәстүрлі жыр айту өнерін жалғастырып келген Алматы Ақылманғазы атындағы консерватория оянысы берген сол жердің түлегі. Қазір осы Ясауи Вахабов шығармашылық тобының көркемдік жетекшісі Елдос Емір деген азамат осы болады. Және енді қалған өзінің Вахабов шығармашылық тобындағы мүшелерді қазір Елдос бауырларымыз өзі шетінен таныстырды. Алдарыңызда бабаларымыздың өсиеттерін, хикметтерін айтып, сіздерді рухани сусандырған бауырларымызды бір-біріне таныстырып өтсек, қазақ атамыз айтады ғой, бір-бірін таныстырған уақытта қайсыбірін айтайын, бірі жая, бірі жан, бірі шекер, бірі бал, бірі ғайы, бірі тал, бірі мая, бірі нан. Сол айтқандай, бұл қазір бауырларымызды қай-қайсысын алып қаласаңыз да, әр жерден шыққан бір той. Шетінен бастап таныстырайық. Қазір Қари Берік Байбашаев деген бауырымыз жаңағы медреsemizдің қариы, құрамынан хадистен сабақ береді. Өзі туған жері Алматы облысынан Кеген ауданынан болады. Оны айтып өтейік, бұл қазақылықтың салтында дәстүрінде бар нәрсе ғой, бәрібір іштен сол нәрсе сұрақ бұл одан ұру алған болады. Сосын одан кейінгі бауырымыз Серхан Бұзыхан деген. Бұл шыққан жері тегі Семей өңірінен Аягөзден ұру Найман болады. Бұл да бұл медреsemizдің жаңағы Шәкәрім атындағы медреsemizдің Исмақұлы Майманшин медресе басқаратын соның қажет ешкім медресеге сол жерде Құраннан хадистен сабақ береді, сол жердің мұғалімі.
Одан кейінгі Бағлан деген бауырымыз туған жері оңтүстік Қазақстаннан. Бұл да сол медреседе сабақ береді, Құраннан, хадистен, ұлы тіркелі болады, ұлы жүз. Одан кейінгі тұрған бауырымыз Алтынбек Ахметов деген. Бұл Қызылорда өңірінен, бұл Шөмекей астан болады. Оқу бітірген Құрман Қазатындағы мемлекеттік консерваторияны контрабас класынан бітірген, қазір неде Құрман Қазақ оркестрінде контрабас етеді. Одан кейінгі бауырымыз Аханбек Сымбаев деген бұл жігіт Шымкент облысынан болады, Мұрат орталығы болады, бұл да бұл консерваторияның түлегі прима домбырадан бітірген, қазір Құрман Қазақ оркестрінде жұмыс жасайды. Примашы. Одан кейінгі бауырымыз жерлестеріңіз осы Ақтайда Шыңғырлаудың өмірін туған, Ақтайда консерваторияда әке-шешесі бауырлар бәрі ұрыл байвақ болады, араларында байвақтар көп қошеметтер қойылды. Аты Самат, фамилиясы Құмар болады. Бұл консерваторияда бәріңізге танымал, есімі әйгілі Хатип Есімов деген ағамыз бар. Вокалист сол кісіден оқып бітірген, осында училищені бітірген. Самат Құмар. Одан кейінгі бауырымыз Түркістаннан шыққан Ерлан деген бауырымыз бар. Ерлан Дәуренбеков. Бұл да сол консерваторияны бітірген, қазір Алматы облыстық, яғни Талдықорған қаласындағы Салген саз ансамблінде прима домбырада ойнайды, примашы. Содан кейінгі кімді Самат бауырымызды таныстырып, бұл сол кезде консерваторияда бітірген, бірақ қазір Қазақстан ұлттық телеарнасында дыбыс режиссер болып жұмыс жасайды. Одан кейінгі Хабар Айдын деп атаймыз. Айдын фамилиясы Жүзбаса, Талдықорғаннан шыққан, өзі Жалайыр болады. Хабар агенттігінде жаңалықтар қызметінде аудармашы, редактор болып қызмет жасайды. Ағылшыннан қазақшаға, қазақшадан ағылшыншаға, орысшадан қазақшаға сөйтіп сатылып тұрып өзі аударып жақсы көреді. Одан кейін Самат Хансейіт деген бауырымыз бар. Енді қазақта сөз бар ғой, 8 қырлы 1 қырлы деп жігітті сондай бір әспеттеп сөйтіп көркемдеп айтады. Сол арамыздағы сондай жігіттің біреуі, бұл кісінің 8-ден көбірек 9-10 қыры бар. Әртүрлі инструмент ойнайды, 3 дипломы бар, өнер институтының училищені, консерваторияны бітірген, сылызғышы, домбырашы, бас домбырашы. Енді айта берсек көп тартатын инструменттері, жаңа шаңғобызшы, тапсырмайшы, өзі әнші, өзі басист, әртүрлі мамандықтары бар. Қазір бұрын отыра салдыға жұмыс жасады, қазір сол Алматыдан ансамбльде қызмет атқарады. Одан кейін бауырымыз Ілесізден шыққан Маймон болады. Ешкенов Әділет деген бауырымыз, бұл медресеміздің қазірше шәкірті. Енді болашақта ол да сондай жерлерде жұмыс жасап, халқына бұдан да басқа қарман жұмыс жасап, құрмет көрсететіні деген ниеттеміз. Екі бауырларымыз жаңағы Маңғыстаудан дегеннен кейін бәріңіз енді біліп отырған шығарсыздар, өзі Адайдың жары. Енді жаңағы айтып отырған ақыры сұрақтарыңыз бәрі қазақи болғаннан кейін аяғына дейін қазақша болсын. Жаңағы ұстазымыз Сматлан Мақсым деген Қызылорданың қармақшысынан, ол әлімнің Шөмекейі. Ал мына ұстазымыз біздің Сыздықбаев Нарынбай деген ағамыз, туып өскен жері Талдықорған, мықты Найман. Одан кейін қазір Мұратта өздеріңіз жерлестеріңіз жерлері. Ең қызық жері мына жер, жүріп отқан мына кішкентай Жүрекөз Арыққаламынан мен. Туып өскен жерім оңтүстік Қазақстан Арыс қаласы, оқыған жерім Алматы, мамандығым Қытай танушы, ағылшын тілінен аудармашымын, бірақ руым байлы серкешімін. Олай болса, осы қошеметтеп, ертай вокал шығармашы қауым шығарып. Бауырлар, жиналған жамағат, Батыр қазан қайнаса бәріміздің бағымыз депті, дұрыс ол енді түсірсе, орта жерде, ол жерде бәрі жақсы, мәйлән бәрін қазанға салып қазақшаға, оны үлкен қазанға салсаң, адам деген бір ғана мәселе шығар, енді негізгі мәселеміз көшеді. Енді айдай болып рақаттанып қалдыңыздар ғой, енді көбісі түсірсе. Енді сіздерге және кішкентай хабарландырып айта кетейін, осы болашақта да осы діни хабарлар туралы,
осы яссауи бақалып тобы туралы айтқан хикметтердің жаңағы сіздер түсінбесеңіздер мағынасы туралы, аудармасы туралы, бұның тәсірлері туралы білгіңіз келсе, сол әрқайсыңыз сіздер жаңағы қазақ радиосынан сағат Орал сағатымен сағат 8:20 сексенде дүниежүзілік хабар тыңдай аласыздар. Және бұған дейін өтіп кеткен хабарлар барлығы Қазақстан телерадио корпорациясының директоры Ғалым Көшкенов, Қазақ радиосының директоры Нұрлан Өнербаев ағамыздың тікелей нұсқауымен бұл дін кассета болып, аудио кассетадан алмасқан қазір студиядан мыңдаған тираждармен шығып бүкіл Қазақстанға таратылып жатыр. Егер сіздер қазір сіз Оралға өкінішке орай құрып келді, өйткені оның алғаш шыққан тираждарының бәрін Алматының маңайындағы елді мекеннің бәрі қалаға кетті, бұнда бір бірін алып келе алмады, бәрін басқа сол оңтүстік өңірдегі облыс орталықтар қалаға алып кетті. Болашақта сіздерге де осы қазір ағаларыңыз Сенбіл Өмір осы қоғам күресінің директоры, осында осы дін және біз хабарының алдын шығарған 9 кассета сіздерге сатылып келетін болады. Егер тыңдайын десеңіздер, сол кассетаны келісілген бағасы бойынша сатып аласыздар. Және екінші айта кететін нәрсе, осы яссауи бақалып тобының да кассетасы кәдімгідей аудио кассета болып, өте таза сапалы дәрежеде жазылған. Ол да қазір Орал қаласына өте арзан шығып кетті, ол келмей жатып таратылып сатылып кетті. Болашақта да қызығып осыны тыңдап, балаларыңызға, шағаларыңызға, көрші-қолаңдарыңызға түкпір-түкпірде батыс Қазақстанның мұнда келе алмай қалған, аяқтары жетпей қалған үнсіз бауыр қарындастарыңыз болатын болса, сол кассетаны болашақта сатып алып, таратып тыңдауларыңызға болады. Және үшінші мәселе осы Сенім Білім Өмір қоғамдық бірлестігінің Алматыдағы медресесіне Сматла Мақсым Маймайшан немересі сынып ұстазымызға келіп оқуға, дәріс алуға, балдарды жерге, яғни ол да бізге бала оқытамыз. Ол мәселе жөнінде болашақта осы қазір ағаларымызға хабарласып білдіруге болады. Олай болса менің сөзі осы ұстазымыз нағыз. Енді бұл мәселе турасында діндегеніміз үлкен нәрсе, діндегеніміз өте нәзік нәрсе. Сондықтан бұл дін ұстайын деген адам болса мәселен кейін қабырғасымен кеңесіп бір жолды тауып алу әрбір адамға міндетті нәрсе. Жаратылыстың бетіне екі жол, ала кеткен тура жол дейді. Сондықтан Қазақстан Аллаға шүкір топырағы қандай бай болса, руханияттан да Қазақстан сондай бай. Біздің шетелден барып білім, діни ілім оқуға ешқандай мұқтаждығымыз жоқ. Аллаға шүкір осы қасиетті топырағымызда яссауи сияқты, шәкәрім атамыз сияқты, абай атамыз сияқты даналар сол Құранның асыр-асырларын, хадистің асыр-асырларын өзіміздің анамыздың тілінде біздерге жеткізіп кеткен. Сондықтан енді бұл туралы айта беретін болсақ, мәселе өте көп, оны бір кеште бәріміз болу мүмкін. Сондықтан сіздердің ойларыңызда жүрген сұрақтар болса, сол сұрақтарды қойсаңыздар, оған тікелей жауап берсе мүмкін болар еді. Екіншіден, жаңағы анау жоқ, мынау жоқ, анау бидағат, мынау бидағат, анау ширк, мынау ширкте жүрген бауырларымыздан өте сақ болғанымыз абзал болады. Мәселен, Аллаға шүкір Қазақстанда қазір тыныштық бар. Бұл Құдайдың берген үлкен неғматы деп айттық. Сондықтан біздің осы тыныштығымызға, мәдениетімізге, тарихымызға қол салып, оны басқадай бір жаққа бұрып алып кетуге таратып жүрген, тырысып жүрген бауырларымыз бар. Шәкәрім атамыз айтады, қазақтың көзсіз баласын қаңғыртып пайда барасың, арымды сатып арамға халалдап қайтып аласың дейді. Сөйтіп ана Тәжікстанның, Өзбекстанның, Шешеннің, Ауғанның аяғын құштырып деп қанға құмар болып жүрген бауырлар бар. Оларға айтқымыз келеді, қазақтың қазір қаны ағып төгілген жоқ, көлменен қайғы қасіреті жоқ. Енді қазақтың қанын төкпей ойланайық. Сондықтан дін деген нәрсе өте нәзік нәрсе. Одан кейін оған уланған адам қайтуы қиын болады, оны қазір көріп жүрміз. Сондықтан жаңағы шәкәрім атамыз айтады, өлімнің хақ екенін білсең де өлместей омыраулап жатасың, дозақтың барын біліп білсең де әлемдесе күнәға батасың. Алланы халал рызығын жесең де харамда жеп жатасың, сауап көп ғибадатқа жесең де жалқауланып жатасың. Сыртыңды сылап өң беріп ішіңнің жетпейтін қатасың, айламен алдағанды жөн көріп адамды аморын атасың, жалғанның бір пайдасын көргенде арланбай арыңды сатасың, Алладан ақ өлім келгенде амалсыз қара тастай қатасың. Сондықтан ертең алдымызда қара тастай қататын күн бар, 2 метр жер бар кіретін, алдымызда тосып тұрған Құдай бар, оның соты бар. Сондықтан адам баласын соған дайындалу керек. Шәкәрім атамыз айтады, кәрістің көңілін күйдірмей,
шайтанға беттен сүйдірмейді, жүрегіңді нұрмен төлейді, адамның дүниеге келгендегі мақсаты сол бір жұдырықтай жүрегін тазалап, ертең Құдайменен, жаратушымен қалай табысады, қалай сонымен қауышады, соған дайындық жасау керек. Сондықтан енді сіздерге шама-шарқымыз келгенше түсіндіріп алуға тырысамыз. Енді сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды қойсаңыздар. Çok rahmet eder. Her kadınlarımızda kadava keremet bitirdi. Bitir biraz teknoloji takım olsa bu ülkede tabii. Kandı da bu kalkları avukatlar bir adeta arkadan rahmet o da asarı hepimize bizimde arkadan barın şeyde o karnı bağlarsa o kağıdında uzatsa ben rahmet size burada açtılar. Lokal mırda sakada olur. Her vakıda koyduğun bölgen geçireceğin bir şekilde adam mırda samaydı koy. Bir de kabul rahmet. Ne diye ki zaten gittim. Biraz bizden dedi bu ülkede üniversiteden adamlar yetişte kırılığın var sağladı. Ağabey bırak fazladan okuyup kaldır. Halk kuracağı Arap kişilerin için halk çizildi. Ağabeyde herkesin o sağlamaklarında aynı. Arap olsa Araplar, Araplar sevdikler gidiş faydası. Azaltmasa öylece çıkacaklar. Çokta bizim sırasımız olsa. Мәселесіне келетін болсақ, телевизор болсын барлық жерде бір ғана проблема, жалпы дінді терең меңгерген осындай арабшаға, қазақшаға судай ағып тұрған адамдарды жалпы Алматыда табу көп қиын. Мұндай дінге бір терең оқыған бұл өзі медресе құрылғаннан бері белсенді жұмыс істеп жатқаннан соңғы бір жарым жыл, оған дейін бұл қалыптасып, оқытып, балдарды жинайын дегенше көп уақыт кеткен. Осы 5 жылдың ішінде сол медреседе 5 жылдан бері, 98 жылдан бері оқығаннан бері осы алғаш шыққан осы салсақ баламыз қазір олар оқып жатыр. Болашақта атамыздың сұрап отқан нәрсесінің бәрі болар. Себебі мен сіздерге қарапайым ғана нәрсе айтайын міне. Қазір осы міне иманым деген шәкәрім атамыздың иманым деген кітабын осы біздің бірлестіктің балдары, сіздер білесіздер, Қазақстан телеарнасындағы мезгіл саяси сараптамалық авторлық бағдарлама бар ғой, саяси сараптамалық Ғалым Боқаш деген. Сол жігіттің азаматтығымен сол кісілер мынаны осы Құранның қазақшаға аударған сыр сөздерінің қызметтерін атамыздың архивтен фотосъемкасын бәрін алып, елінде жаппай жатыр жыл осыны жинап кітапты шығарды. Бұның өзі өте үлкен ерен еңбек. Міне осындай жайлар одан кейін Қызылорда өңірінде өткен Данышпан әулие Дамулла Ахмет Ишан деген атамыз болған. Бұл кісі қалдырып кеткен түркі имамдардың сосын хадистерін қазір осы теріліп, бәрін академиялық жолмен жолға қойылып келе жатыр. Сондықтан қазір сіздер бұған қатты қайғырмаңыздар, жай болады, көште жүреді. Сондықтан қазір бұл нәрсе бірден болып кетпейді. Сіз осының өзін алғашқы шыққан қарлығаштардың өзін осында бірінші рет алып келіп басқарып жатқан сіздерге таныстырып, Алматының өзінде осы жетпей жан-жаққа шақырып сіздер бір ай болады, пойыздың ішінде жүреді, яғни осының өзі жетістіктен туып жатыр. Сондықтан болашақта бәрі де болады. Айттым ғой жаңа сіздерге осы 100 жыл бұрынғы қазақтардың малын тартып алып, өйтіп мынандай міне дәулет сарай құрылған көпестер өмірден өтіп кетті. Қазір олардың жоқ, Аллахтың оқыған көшкен сарайда Құдай туралы, Алла туралы, пайғамбарымыз туралы әңгіме айтып отырмыз. Осының өзі бізге қолға түсті. Енді бұл нәрсе дамып болашақта біздің балаларымыз, ұрпақтарымыз бұл нығметтерді кеңінен пайдаланып кетуге болады. Сондықтан әзірге бұл нәрсе қиыншылық бар, бірақ жай ол қолға алынып, ол кітаптарда барлығы шығып орнына келе береді. Жаңа концерттеріңіз бәрі бізге ұнап өзімізде енді мұсылман дінінің мұқияттан сәйттік бір Аллаға сыйынып шапағат нұржурналына тұрамыз.
İslam aleminin registrasyonu koşkulunda dermiş okuyorum. Kazakça ağırması da var mı diyeyim o? Kitapçalar savaşçılık algan çıkıp koy. Sonda жаңағы әрбір аяттың қазақшасы жазылған түсініктермен. Бірақ енді Құран сөзі Мұхаммед пайғамбарымыздың өлең түрінде шығарған шығармашылығы ғой. Сондықтан біз қазақшаға аударғанда келіспей жататын жерлері бар, бірақ ұғымы біз үшін өте жақсы. Сосын хадистер де бар, хадистерден де адамгершілік парасат туралы Мұхаммед пайғамбарымыздың дінінің бүкіл халыққа жақсылық үйрететіндігі туралы оқып үйренудеміз. Менің сұрағым мынау. Дүниеде өте негізгі төрт діндар ғой дейміз. Христиан, әлгі бізге келген Мариямның діні, сосын әлгі буддизм деген де бар. Біздің мұсылман дінінен де бүкіл халық қостаған ғой. Толстойда, неміс ақыны Гете, сол сияқты Пушкиннің де шығарғандары бар. Осы мұсылман діні туралы өлеңдері қостаған. Менің түсінбейтінім, біздің Қазақстанда түрлі ұлт болғандығымен қайдағы бір шетелдердегі ағымдар келіп жұмыс жасайды. Оны басқа сөздерде де жазып жатыр. 3000-даған діни ағымдар бар. Сол діни ағымдарға біз неге рұқсат етеміз соны? Апа, бұл сұрағыңыз дұрыс, бірақ бұл сұрағыңыз емес әдетін естелігіміз. Ол діндерді тіркейтін білеміз, біздің өкіметтің саясатына шаруамыз жоқ, сондықтан оның бәлендей болмайды, біз жауап бере алмаймыз. Бірақ олардың негізгі мақсаттары жаңағы қазіргі қазақтарға егі күші отырған жоқ, олар оның балаларына немерелерді, олар балалары немерелері бітіп қатып шыққан христиан, немесе яхуди, немесе жаңағы кришна болатын болса, ертең Қазақстан бір 30 жылдан кейін соғыс майданына айналады, одан кейін $1 $1000 жасайтын тәріздер, соның арқылы адамның қаны арқылы ақша жасайды. Сол үшін жасауға болған неге қазақтың жер байлығын жақсы біледі, соны қолдарына түсіру мақсатында. Мына жерде Мұхаммед пайғамбарымыз туралы адам тұрмыс құрғанда екеуі де бір дінде болуы керек деген. Ал егерде екеуі өзге дінде адамдарға тұрмыс құруға болады ма деген. Мәселенге біздің ұлдарымыз басқа діннің қыздарын алса, оған рұқсат етеді, бірақ бір шартпенен оны өзінің дініне кіргізуге. Ал енді біздің қыздарымыз басқа діннің өкілдеріне шығатын болса, онда олар автомат түрде діннен шығып кетеді. Сосын кейін ертең мәселенге осы кейбір қазақтың қыздары, жаңағы кейбір татардың қыздары, мәселен ұйғырдың қыздары осындай басқа христиан дініне шыққандар өлгеннен кейін аталары сүйреп мешітке жаназаға алып келеді, ол кезде жаназа намаз оқымайды. Неге? Олар ана басқа діндегі адамдарға күйеуге шықса, діннен шығып кетеді. Сондықтан неге? Себебі екі діннің көзқарасындағы адамдар дұрыс жаңағы семья құралын. Мәселенки артын найман болса, төбелесте олар тату болса, бірақ христиан немесе мұсылман болып, тіпті мұсылманның өзінде кейбір ағымдар бар, бастары бір қазанға, екі қошқардың бас бір қазанға сыймайтын бір жаңағы тату өмір сүреді. Сондықтан екі діннің өкілі бір үйде бір семья болуы өте қиын. Сол себептен оның алдын алып, шариғатта мысалға неке мұсылман адамдарға ғана болса. Екі жағда бірдей мұсылман болса, арасында келісім болса. Сұрағымда өзгерді осыдан бір жылдай осыдан емес, Абдырахман деген президенттері мынау әкімдігіміз бар ғой, Алматылық. Сол өздеріңіз осыдан ұлағын өткізген болатын. Онда біздің мынау халқына енген аруақтарды дәріптеу мәселесінде сол кішкене халық көмірген сияқты түсіндіріп оларды. Өлі разы болмайды, тірі байымайды деген қазақта қағида бар.
руханилығы ұстанған қазаққа ол кісілердің уағызы түркілегендей болды. Енді сіздің жаңағы айтып отырған сөздеріңізге қарағанда сіз келіске басталатып бара жатырсыз. Енді осы ортада жүгіретін жеріміз өкшімізді естіген сияқты болып көреді бізге. Осыда құндылықтағы сөзінде бір халыққа бір түсініктер өтеміз. Сосын екінші сұрағым мынау жаңағы Шағатай жөнінде айтылған жерлерде қазақшалап беруге мүмкіндік бола ма екен болашақта сол бойынша? Енді бұл сұрақ орынды біз жаңа айттық, Қазақстанда қазір радикалды қозғалыстар, мәселенше Хизб ut-Tahrir деген сияқты, жаңағы Таблиғ жамағат деген ваххабизм деген сияқты ағымдар пайда болды. Оны жаңағы президентіміз де кітабында ол туралы айтып кетті. Бұлардың енді қазір басқаларының бізде айдажанын алдыма бәрі бітіп болып, енді сол аруақпенен ас беру алған сияқты ұсақ түйғанын береміз, елдің арасында салуын әрекет етеді. Бұл дұрыс нәрсе емес. Мәселенше Қожа Ахмет Яссауи рахматуллахи бабамыз заманында үкіметтің саясатына да, елдің ағымына да, мәдениетіне де тиіспей адамдардың рухани емде оның ішкі дерттерін түзеп, жаңағы мәдениеті де, әдебиеті де бәрін қалпына қалыптастырып, елдің сол кезде де қазақтар тілді жоғалтып, парсы тіліне ауып бара жатқан болатын. Сол кезде осы түркі тілдерін аман есен сақтап, елдің іргесін бүтіндеп кеткен болатын. Енді сондықтан да біз жаңағы айтып кеттік, біздің де мақсатымыз неге осы қазақтың топырағында жаңағы туып жанкешті, ел үшін жанкешті ғұмыр кешкен бабаларымыздың еңбегін түбегейлі фундаменталын оқып, соны өзімізге түсінуге бұл кісілердің еңбектері Құранның, хадистің авторлары. Ал енді бұлар біздегі қасиетті бабаларымыз айтсын, пайғамбарымызға да қол салады. Пайғамбар бізге авторитет емес. Егер Құдай Тағала 7000 жерде пайғамбарымызды еске алса, біз неге еске алмаймыз? Ертең жаңа айтты, бүкіл дүние осы туғанда қуанған. Адам тұрмақ, хайуанаттарға да сондай шапағат жасаған. Ертең яумал қиямет күнінде бүкіл адамзат тіріліп Құдайдың алдына барған кезде, енді сіздер ойларыңыз мүмкін, өлген адамдардың бәрі неге тірілмейді деп. Мәселенки, وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ деген аят бар. وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ Сырлары мен хадистің мағыналарын біздің ана тілімізге аударып, осы қазақ халқына руханияттың сығынды нәрін, негізгі өзек мәйегін қалдырып кеткен. Міне осы мұраларды біздің бірлестік қайтадан тірілтіп, осыны балдарды оқыту арқылы жер-жерде кез келген қоғамның кез келген саласында еңбек етіп, қызмет етіп, осы идеологияны